Сәлеметсіздер ме? Қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге періште мен сәби туралы әңгімені әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сәлем, тұтқаны тастамашы, өтінемін. Саған не керек? Уақытым жоқ, тезірек айт. Мен бүгін дәрігерге бардым, жүктілігім расталды. Ал мен не істей аламын? Тезірек құтыл, сенің проблемаң маған керек емес. Дәрігер жасанды түсік жасатуға енді кеш дейді. Менің телефон нөмірімді де, мені де енді ұмыт. Алло. Кері қоңырау шалып еді, телефон сөндірулі болды. Бұдан кейін талай телефон соқты. Абонент байланыс аясынан тыс жерде, немесе сөндірулі деген жаттанды дауыстан өзге ештеңе естімеді. Арада 3 ай өтті. Сәлем балақай, деген жылы дауыс құрсақтағы баланы дір еткізді. Сен кімсің? Мен сенің қорғаушы періштеңмін. Сен мені кімнен қорғайсың? Мен осында анаммен біргемін ғой. Сен сондай сүйкімдісің, қалың қалай? Мен жақсымын, тек анам күнде жылайды. Оған мән берме, ересектер әркез бірдеңе көңілі толмай жүреді. Көбірек ұйықта, күш жина, оған мән берме. Ал сен менің анамды көрдің бе? Ол қандай? Әрине, мен әрдайым қасындамын ғой. Ол әдемі, жап-жас. Арада тағы 3 ай өтті. Періште, сен осындасың ба? Анам бүгін тіпті қиын болып тұрған сияқты. Күні бойы жылады, өз-өзіне ұрсады, қайта жылайды. Ал сен мән берме оған. Жарық дүниені көруге әлі дайын емес сияқтысың. Қорқамын, анам мені көргенде одан ары ашулана ма деймін. Жоға, ол сені көргенде қатты қуанады. Сен сияқты баланы көруге де бір бақыт қой. Періште, айтшы, жарық дүние ол қандай? Қазір бұнда қыз, әппақ қар, сен оны жақында өзің көресің. Менің көргім келеді, мен дайынмын. Қанекей балақай, мен сені күтемін. Көмектесіңдер, кім бар? Ауырып барады. Сәбиге өмір сап-сау болып, ешкімнің көмегінсіз-ақ, тез-ақ туылды. Анасының қиналғанын көргісі келмеген тәрізді. Сол күні кешкісінен-ақ қала шетіндегі тұрғын үйлерінің шетіне шықты екеуі. Маған ренжімеші балам, қазір заман қиын. Мен сенімен қайда барамын? Менің өмірімнің күл-талқаны шығады ғой. Ал саған бәрібір, тек сен тезірек ұйықта, көзіңді жұм да ұйықта. Анасының дауысы алыстаған сайын мұның тұлау бойы суық кернеді. Періште, менің анам қайда кетті? Тоңып барамын. Қамықпа, қазір келеді. Періште, ал сенің даусың неге діріледі? Сен жылағансың ба? Саған солай көрінген шығар балақай. Сен тек ұйықтама, қатты жыла. Жоқ, періште, анам маған ұйықта деді. Мен жыламаймын. Даусыңды шығарып жыла, балақай. Анаң сенің адасып кетті. Дәл осы уақытта 5 қабатты тұрғын үйден ерлі-зайыпты екеуі таласа-тармаса сыртқа шықты. Сен қайда барасың? Қас қарайып кетті. Қаншама отбасы баласыз-ақ өмір сүріп жатыр емес пе? Ештеңе етпес. Жоқ, сен мені түсінбедің. Маған еріп жүре берші. Қайда? Білмеймін. Тек менің қолымнан біреу жетектеп келе жатқандай. Жарайды, сенің айтқаның болсын. Тек соңғы жолы. Әйел тез-тез адымдап келеді. Күйеуі артынан сөйлеп барады. Сен мені қорқытайын дедің. Ертең дәрігерге барамыз. Тыныш, біреу жылап жатыр. Естисің бе? Екеуі тыңдап тұра қалды. Я, ана жақта естіліп жатыр. Періште, сен қайда болдың? Мен әбден тоңдым. Жылай бер балақай. Анаң сені таппай қалды. Даусыңды естісін, қазір келеді. Құдайым-ау, мынау шынымен де бала ғой. Ол тоңып қапты. Тезірек үйге апарайық. Қымбаттым, Құдай бізге бала сыйлады. Періште, менің анамның дауысы өзгеріп кеткен бе? Балақай, үйрене бер. Бұл сенің шын анашыңның дауысы. Құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары, менің әңгімем қызық болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.